қолсыз қалмаған көрерменім. Сайысқа қатысуда өнерлі өрендерің, қолдауыңмен шаттандыр, шабыттандар, шашу болып шашылсын өлеңдерім. Жайнаған ата-анамның бір гүлімін, жарқыраған ата-әжемнің ай күнімін. Бүгінде алдарыңа шығып тұрмын, ай күн атты қазақтың бір қызымын. Анаң да мені қолдап мың алап жүр, қасыңда анаң барда ойнада күл. Бұл өмірге әкелген асыл адам, салтанат анам аты ұмытпай жүр. Әкем де серер ердің дарас еді, қайыңды қақтай шапқан қарас еді. Әкемді сұрасаңыз мен айтайын, Алпысбайдың Мергенбай атты баласы еді. Бақ сынаймын алтын көз сайысынан, өнерлілер дарындылар жиналған. Барлық шәкірт әсел апайдан үлгі алған. Келіп тұрмын 5 сынып атынан. Өнерімді бағалаңдар дос-жарандар, әділ қазы ұстаздар, жақсы жандар. Көрермендер қолдауыңа көп рахмет, ендеше қызыл лүпіл аямаңдар. Бай Құнанбаев. Күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәсешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайышы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Қасына қатарланып қайтса бермен, астында ақшамшы жүр ол бір керуен. Қай ауылда көрсеңде жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Күзек тозған оты жоқ елдің маңы, тұман бола жел соқса шаң тозаңы. От жақпаған үйінің сыры қашып, ыстан қорққан қазақтың құрсын заңы. Бүгінгі менің алтын күз сайысына алып келген сүйікті өнерім қолөнер. Мен қолөнерге 3 жылдай қатыстым. Және мен бүгін алтын күз сайысына мешіт жасау әкелдім. Мешітті көріп тұрғандарыңыздай осы заттармен жасадым. Оған керек әртүрлі түсті қағаздар, фетра, қатты қағаз, туған күндерге үретін үргіш, ыстық желім, қайшы және көп жапырақтардан жасадым. Міне менің алтын күзге дайындап әкелген қол өнерім мешіт.